Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен кадинаки жасаймыз. Ол үшін біз 2 орташа бананды жақсылап езіп аламыз. Яғни пюре болғанға дейін. Енді біз оның үстіне кунжут, шемішке және де арахис қосып араластырамыз. Мінекей достар, араластырып алдық. Енді біз бұны формаға жайғастырамыз. Төсеп, май жағып, осылай әдемілеп салып жатырмын. Енді біз ортасынан сызықтар жүргізіп шығамыз. Піскен кезінде алу жеңілірек болады. Енді біз бұны 130 градуста қызып тұрған пеште 2 сағатқа салып қоямыз. Мінекей достар, біздің кадинаки дайын. Дәмі өте күшті болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Менің арнамда неше түрлі торттардың, пирогтардың, сусындардың рецепттері бар. Кіріп қарап көріңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.